Қайырлы түн, құрметті оқырман. Бүгін Шахкерім мырза өзінің жобадан ресми түрде кеткенін мәлімдеді. Бұл жаңалықты естіген көрермендер тарапынан наразылық өте көп болды. Оны қалай осылайша үнсіз шығарып салдыңдар, неге студияға шақырып, лайықты қоштасу болмады? Деген сұрақтар қарша жауып жатыр. Әлеуметтік желіде көпшілігі Шахкерімнен кейбір әріптестері, соның ішінде Камила ханым да отписка жасады дегенді айтып жүр. Бұл туралы Камиланың өзі түсініктеме беріп, былай деген болатын: мен Шахкерім мырзадан отписка жасаған жоқпын. Оның жобадан кетуіне менің еш қатысым жоқ. Бұл өз таңдауы. Басқа ақпарат бере алмаймын, өйткені адамды ренжітіп алмауға тырысып отырмын. Өтініш, мені бұл мәселеге тарта бермеңіздер. Алайда эфирде Камила жылаған сәтіне де көрермендердің сенбеуі жағдайды одан әрі күрделендірді. Көпшілік оның айтқандарын өтірік деп қабылдап, эмоциясына күмән келтірді. Бәріміз білеміз, әр жағдайдың көрінбейтін тұстары бар. Дегенмен көрермен әділ қоштасуды, ашық жауапты, шынайы қарым-қатынасты күтеді. Бұл жайттың артында не жатқанын нақты бір адам ғана біледі. Ал біз тек сырттан бақылап, өз бағамызды беріп отырмыз. Бірақ бір нәрсе анық, Шахкерімнің жобадан кетуі жай ғана жаңалық емес, тұтас бір дәуірдің жабылуы секілді қабылданды. Көп көрерменнің жанайқайы ескерусіз қалмауы тиіс. Соңғы эфирлерден кейін әлеуметтік желіде Шахкерім мырзаның жобадан кетуіне байланысты наразы пікірлер толассыз түсіп жатыр. Бұл жолы ұят болды. Шахкерімдей тұлғаны эфирге шақырып, алғыс айтып шығарып салатын жөніңдер бар еді. Асылы ханымды қалай қарсы алдыңдар, дәл солай құрметпен қоштасу керек еді, дейді жұрт. Шахкерім мырза 8 жыл бойы адал еңбек еткен, көрерменнің көңілінен орын алған тұлға. Оның эфирдегі орны, айтқан ойы, жастарға бағыт-бағдар беруі көпшілікке үлгі болды. Мұндай азаматпен мәдениетті түрде қоштасу тек ұжым емес, көрермен алдындағы құрметтің белгісі болуы тиіс еді. Көпшілік, әсіресе Камиланың студияда Шахкерімді тоқтатуға тырыспағанын, бір сөзбен шақырмағанын сынап жатыр. Шеф, редакторлар алмасып, Абла ханым келгелі ұжым ішінде дау туындағанын меңзейтіндер де бар. Көрерменнің ең басты сұрағы, неге бір эфирді Шахкерім мырзаға арнамадыңдар? Неге құрметпен қоштаспай, үнсіз кете барды? Халық әділдік күтеді. Сезіммен қарап, көңілмен бағалайды. Бұл үнсіздіктің артында қандай жағдай тұрғанын тек ішкі орта біледі. Бірақ сырт көзге бұл үлкен құрметсіздік болып көрінді.